Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 86-шы сабақ негізгі және туынды етістік. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 11-ші жаттығу мәтінді тыңда. Мен қалай оқуға бардым? Менің Әбіш деген құрдасым бар еді. Әкесі оны оқуға берді. Bir күні ойнайын деп бардым. Әбіш кітап оқып отыр екен. Тыңдасам, кітабында жұмбақ, мақал, өлең, басқа да жақсы сөздер көп екен. Оқу үйренсем, мен де сондай оқыр едім деп ойға қалдым. Үйге қайтып келдім. Оқуға барамын дедім. Әкем мен апам бұл ойымды ұнатты. Ертеңіне әкем мені оқуға апарып берді, дейді. Ахмет Байтұрсынұлы. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Тыңдаған мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қой, дейді. Бірінші біз Әбішті кім оқуға берді, Әбіштің кітабында нелер бар екен, автор қандай ойға келді, автордың ойын әкесі мен анасы қалай қабылдады дедік. Келесі мәтін неліктен 3 бөлікке бөлінген дейді балалар, себебі бұл жерде мәтін бізде кіріспе, негізгі, қорытынды бөліктерден тұрады, сол себепті ол 3 бөлікке бөлінген. Әр бөліктің тақырыбын анықтап, оларға ат қой дейді. Бірінші кіріспе бөліміне біз Әбіш құрдас деп қойдық, негізгі бөлімін қызықты кітап, қорытынды бөлімін оқуға құштар бала деп қойдық. Келесі, төмендегі сұрақтардың жауабын жаз дейді. Әбіш маған кім болады? Әбіш менің құрдасым. Мені не қызықтырды? Мені Әбіштің кітабындағы жұмбақ, мақал, өлеңдер қызықтырды. Мен не істедім? Мен оқуға барамын деп шешім қабылдадым. Келесі, балалар, өзіңнің мектепке барған алғашқы күнің есіңде ме? Ойыңмен бөліс дейді балалар. Бұл жерде алғашқы мектепке барған күндеріңді естеріңе түсіріп, ойларыңмен бөлісіңдер. Қандай сезімде болдыңыздар, 12-ші жаттығу сурет мазмұн болжа, Әлидің күнделігін оқы дейді. Суретке қарасақ, бізде мұражай үй деп тұр, демек бұл мұражайда болған оқиғаға қатысты мәтін болса керек. Екінші ақпан 2017 жыл дейді. Бүгін сыныбымызбен Ахмет Байтұрсынұлының мұражайына бардық. Бұрын Ахмет Байтұрсынұлы тұрған үй 1998 жылы мұражайға айналыпты. Мұражайда 3 зал бар екен. Ол кісінің әр жылдардағы фотоларын көрдім. Шығармаларымен таныстым. Мұражай маған ұнады. Бұл күн мен үшін ерекше әсерлі күн болды дейді. Енді күнделікті жазылған ба, ойыңмен бөліс, Әлиге қандай кеңес бересің дейді, балалар. Күнделікті жазылған, алдымен жазбаның жоғары жағында күні, айы, жылы берілген, содан соң сол күнгі іс-әрекеттері, қандай жаңа дүниемен танысқаны, алған әсері берілген екен. 13-ші жаттығу 2 бағандағы етістіктерді оқып салыстыр дейді. Барды, көрді, айтты, оқыды, көздеді, ойлады, тістеді, биледі дейді. Етістіктерді сөз құрамына талда дейді. Міне балалар, біздер сөз құрамына талдап қойдық. Қай бағандағы етістіктердің түбірі зат есім дейді. Балалар, бізде бірінші бағандағылар түбірі етістіктен жасалып тұр, ал екінші бағандағы сөздердің түбірі зат есімнен жасалып тұр. Мысалы, қараңыздар. Биледі, түбірі би, көздеді, түбірі көз, тістеді, түбірі тіс, ойлады, түбірі ой болып тұр бұл жерде. Келесі, етістік негізгі және туынды болып бөлінеді дейді. Түбір сөзден болған етістікті негізгі етістік деп атайды. Оқы, жүр, күт, ки, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістікті туынды етістік деп атайды. Мысалы, ойла, түбірі ой, ақылдас, түбірі ақыл, ақта, түбірі ақ. Келесі 14-ші жаттығу мақалды жатқа жаз. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар дейді. Етістіктердің астынсыз ақтар туынды етістік екен дәлелде дейді. Балалар, мақал жаттап аламыз, сосын дәптерімізге жазамыз. Етістіктің астын сызып қойдық, ақтар және сақтар. Енді ақтар бұл жерде түбірі ақ, оған та жұрнағы жалғану арқылы етістік жасалған. Келесі 15-ші жаттығу ағаш бұтақтарындағы етістіктер теріп жаз дейді. Етістіктерді сөз құрамына талда дейді, және етістіктердің түбірі қай сөз тобына жататынын анықта дейді. Міне балалар, біздер етістіктер теріп жазып, олардың сөз құрамына талдап қойдық, және қай сөз тобына жататынын жазып қойдық. Жазып алсаңыздар болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.